Сәлем оқушылар. Біз тек патрульдің сериалындағыдай болдық қой. Бөлім-бөлімді рекламировать етіп, иә? Келесі серияда мынандай болады деген сияқты. Бүгінгі сериямызда біз ото ұсынған нағыз ұбытының алдындағы ақыл нұсқаны талдаймыз. 21 және 40-шы сұрақтар. Неге екі бөлімге бөлдік? Потому что бірден 40 сұрақты ешкім қарап отырмайды екен. Мен YouTube-тың аналитикасын қарадым. YouTube-тан тағы да бір қызық нәрсе қарадым, оқушылар. Бәрі видеоны көреді екен, бірақ каналға подписаться етпейді екен. Көрмес бұрын давайте подписаться батырмасын басып жіберіңдер де Нұр сағайларыңа комментарийлетіп жіберіңдер, егер пайдалы болған болса. Кеттік. Сұрақ нөмір 21. 2 грамм мыс пен алюминий құймасын концентрлі азот қышқылымен әрекеттестіргенде қоңыр түсті газ бөлінді. Мына сұрақ енді сливтарда да келген болатын, иә? Скорее всего, бізге базаның ішінен бір нұсқаны алып бере салды. HNO3 концентрлі. Концентрлі HNO3 пен қандай металдар әрекеттеспейді? Өзі үш-ақ металл бар. N жарланады, иә? Феррум, хром, алюминий. Болды. Реакцияға түспейді. Бұл қоспа есеп нөмір 2 деген тақырып. Өз қоспа есептерін шығарып үйренгісі келетіндерге біз қалай үйретеміз? Өзі үш-ақ түрлі есеп бар. Шаблонный ғой. Соны үйреніп алсаң бітті. Қоспаны чухать етпейсіңдер, оқушылар. Бізде мына жерде купрум NO3 2 және концентрлі болған үшін бізде насыщенный газ шығады, яғни оттекпен қаныққан, иә? Мынаны теңестіреміз. 4, 2, 2. Мында 1 және 1. Енді қоңыр түсті газ дегеніміз, орысша бурый газ дейді, ол NO2, иә? Коэффициент көбейтілген 22,4. Давайте мыстың массасын тауып алайық. Коэффициент көбейтілген 64. Чүк-чүк пропорция. Масса мыс тең 1/12. Ағайын, калькуляторын басам деп фонарик қосылып кеткен ғой. 1/12 бөлінген 22,4 бөлінген 2 көбейтілген 64. 1,6 грамм. Масса алюминий тең, екеуі бірге 2 грамм болса, мыс 1/6 болса, алюминий дегеніміз 0,4 грамм екен. Не сұрап тұр? Алюминийдің массалық үлесі. Кеттік. Массалық үлесі алюминий тең, өзінің массасын общий массаға бөлеміз. Яғни 100-ге көбейтеміз, сол кезде болады екен 20%. Болды, қоспан есептерін спокойно. Сұрақ нөмір 22. Бензин құрамы 60% гептан, 40% октан изомерлерінен тұрады. Онда бензиннің 50 кг жағу үшін ауаның құрамында оттек 20% болса, жұмсалатын ауаның көлемі қандай? Бірінші жазып алайықшы. Гептан деген С7H16. Октан деген С8H18. Оттекпен жандырамыз. Конечно, көмір қышқыл газы және су шығады. И мына жерде де то же самое, ағылшынша combustion процесс дейміз бұны. 9H2O. Енді оттектер теңестіреміз. Мында 14, 8-ді қосатын болсаң 22, мында 11. Мында 16-ға 9, 25, значит мында 12,5. Болды, енді пропорция жасаймыз. Қараңыз. 50-дің 60% деген 30 кг, 50-дің 40% деген 20 кг. Мына 30 кг екен, иә, гептан. Мынаның В1-ін сұрап тұр. 11 көбейтілген 22,4. Мынаның малярлық массасы С7, 1284, 100 екен, иә? Мәні. Одан кейін екіншісін жасаймыз. Мынау 20 кг. Астында малярлық массасы С8 дегеніміз 96, 18-ді қосатын болсаң 114. Мынаның В2-сін сұрап тұр, иә? 12,5 көбейтілген 22,4. Екінші пропорция. В1, В2-ні есептеп алайық. Ой, мен есептей салайын десем, терлік кетейін деп тұрмшы, калькулятормен есептей салайын. Бөлінген 100. 73,92 литр. 20 көбейтілген 12,5 көбейтілген 22,4 бөлінген 114. 49,12 литр. Екеуін қосатын болсаңыз, 73,92-ге 123 литр екен. Который, бұл оттек қой, ауаның 20%. Ауа деген бізде 100% болатын болса, соңғы пропорция, 5-ке көбейтіп жібересің, 615 литр екен. Ол бізде А вариантында екен. Нитробензолды тотықсыздандырғанда түзіледі. Бұл бізде атақты Зинин реакциясы. Тотықсыздандыру деген сутек қосу, тотықтыру деген оттек. Бізде не түзіледі? Зинин реакциясында NO2-ден анилин түзіледі екен. Анилин деген вариант бар ма екен? Жоқ екен. Мына оның синонимі, міне фенил, амин. Мына фенил, яғни бензолдың радикалының аты фенил, иә? Құрамында 20% қоспасы бар кремний қышқылын қыздырғанда алынған кремний оксидін
натрий гидроксидімен әрекеттестіргенде түзілген натрий силикатының массасы қандай? Цепочка жазайықшы оқушылар. Міне кремний қышқылынан не шықты? Силициум оттегі, кремнезем, құм, кварц дейміз. Одан кейін натрий OH пен реакцияға кіргенде натрий силикаты түзілген екен. Болды, бүкіл реакция осындай. Енді бұндай цепочка келгенде бағана үйреттім ғой. Бір реакция сияқты теңестіресіңдер. Қалай? Мұнда бір қоясың да, қарайсың, мұнда да бір. Сосын мұна бірге қарап, мұна жерді қоясың. Мұнда да бір. Біз бүкіл жерді, яғни силикон арқылы теңестірдік. Енді қоспаны азайтып тастаймыз. Бұл мусор 20%, бізге керек 80%. 156-ның 80%-ы қанша? 156 көбейтілген 0.8. 124.8 грамм. Ол бізде кремний қышқыл екен, е? Астында малярлық масса 28, 48, 2. 78 екен. Не сұрап тұр? Мұнаның массасын сұрап тұр. 46, 28, 48. 122. Болды, сол баяғы пропорция. Көбейтілген 124-та 8 бөлінген 78. 195-та 2 грамм. С. Біріншілік спирт қайсысы? Біріншілік спирт дегеніміз соңы бірмен бітеді. Пропанол 1, бутанол 1, пентанол 1 деген сияқты. Бутанол 2 екіншілік спирт. Сызып тастаймыз сразу. Пропанол 1, супер, біріншілік спирт. Бутанол 1, тоже біріншілік спирт. Ал енді изопропил, изобутил екеуінің қайсысы дұрыс? Сызайықшы. Изопропил деген өзі 3-ақ көміртегі бар. Ол изо болу үшін, изо деген мынандай деген сөз. Изо. Көміртекті тармақ ретінде жібере алмайды, демек гидроксатоп тармақ болып тұр. Пропанол 2 деген, значит, изопропил спирт екен. Бізге біріншілік спирт керек, я? Мұны С вариант екен. Изобутил спиртінде негізінде 2 түрлі вариант бар, бірақ бұны дұрыс жауап ретінде қарастыра береміз. Бізді айттық қой, дұрыс жауапты табу үшін тікелей дұрыс жауап табуға болады, немесе методом исключение жасай берсеңіздер болады. Жұмбақ есеп. Қызыл қоңыр түсті суда ерімейтін ақ қосылысын қыздырған кезде 2 оксид түзе ыдырайды дейді. Ал саған. Бұл бізде қосылыстардың химиялық қасиетін қарайтын болсақ, мен бірден түсінгенім, бұл я карбонат, немесе гидроксид, я? Карбонаттардан да металл оксид және CO2 түзіледі. Ал гидроксидтардан металл оксид және су түзіледі. Біреуі сұйық дейді, бітті. А деген значит гидроксид екен, я? Қызыл қоңыр түсті дегеніміз, ол әрине бізде мынау екен. Б заты. Значит, феррум OH3. Феррум OH3 бізде ыдыраған кезде 3 валентті темірден 3 валентті оксид шығады екен. Феррум 2 оттегі 3. Табиғаты таралу бойынша екінші орында тұрған С металы түзіледі. С метал деген темір. Бұл металдың құймасы техникада тауып алдық, короче. Келесі сұрақ. А қосылысындағы катионның тотығу дәрежесі қандай? А дегеніміз феррум OH3. Әрине тотығу дәрежесі плюс 3. Б затының көміртекпен тотықсыздану. Б заты деген феррум 2 оттегі 3. Көміртекпен тотықсыздану темір және CO. Мына жерде 2, мына жерде 3, мына жерде 3, мына жерде 1. Тотықсыздандырғыш алдында қойылатын коэффициент. Өзі тотықсыздандырғыш, значит тотығы батыр. Біз айттық қой, бір нәрсені жаттап аламыз, я? Тотығу, заряд өсу. Өзі тотықсыздандырғыш. Значит, кімнің заряд өсіп тұр? Мынау плюс 3-тен 0-ге барды, азайып тұр. Мына 0-ден плюс 2-ге барды. Значит, тотықсыздандырғыш деген бізде С екен, восстановитель. Оның алдында коэффициент 3. Массасы 568 грамм С затының мыспен құймасы, мәні темір мен мыс, тұз қышқылының артық мөлшермен. Мынау да бізде кәдімгі қоспа есептерінің 3 түрі бар. Тағы да айтып кетейін, Мына реакция бізде жүрмейді. Бекетов қатары бойынша белсенділікке қарайтын болсаңыз, мыс сутектен алып ала алмайды ионды, Мына жерде темір, хотя басында өзі 3 валентті болса да, қышқылмен әрекеттескенде ол 2 валенттілікті көрсетеді. 3 валенттілік мен А қосылысында Б оксидінде болды. Содан кейін көміртекпен алып алған кезде ол уже безвалентный, бейтарап болып қалды. Ары қарай қышқылмен реакция кіріп 2 валентті болып кетті. Енді не дейді бізден? Мынаның скорее всего литрін беріп тұр екен, міне 1,77 литр, астында 22,4. Темірдің массасын тауып алайықшы, давайте. Есептердің бәрі однотипный. Есептердің бәрі однотипный оқылып жатыр.
1,77 көбейтілген 56 бөлінген 22,4. 4,425 грамм. Енді не сұрап тұр бізден? Реакцияға түспеген металдың массалық үлесі. Масса купрум тең 5,68 азайтылған 4,425. 5,68 азайтылған 4,425. Тең болады екен 1,255 грамм мыс. Енді оның процентін табу үшін мыстың міне өзінің массасын аламыз да құйманың массасына бөліп 100-ге көбейтеміз. 5,68-ге 22-да 1%. Дұрыс жауабымыз вариант нұсқа С. Массасы 53,5 грамм А затын қыздырғанда түзілген қатты затты балқытып натрий сілтісімен әрекеттестіргенде түзілетін тұздың массасы қандай дейді. Ал саған. А затын қыздырған кезде бізде феррум 2 оттек 3. Сілтімен деп тұр, ерітіндісімен деп тұрған жоқ. Яғни реакция жүрген кезде натрий феррум О2 қосылған H2O. Теңестіріп алайық. Мында 2, мында 2, мында 1. Теңесті. Кеттік енді А заты 53,5. А заты дегеніміз ол мынау. Енді Нұрсағайларың жаңа не үйретті сендерге? Қалай теңестіреміз реакцияны? Енді мын жағын теңестіріп қойғандықтан біз сразу мынаған қарап, мынаның алдындағы коэффициентке қарап, мынаны теңестіре салайық. Чтобы как будто бір реакция болып тұр, мына жерде бізде 2 қоямыз екен, потому что оң жағында 2 темір бар. Енді бізде А затының массасын беріп тұр. Мынау бізде 53,5 грамм болса, астында коэффициент көбейтілген малярлық масса. Малярлық массаны жаз қойық. 56, 34, 17, 107 екен, Мынаның массасын сұрап тұр, тұздың массасын. Коэффициент көбейтілген малярлық масса 23, 56, 32. 111. Болды. Пропорция. Масса тең 53,5 көбейтілген 2 көбейтілген 111. Чатас кеттім. Көбейтілген 2 көбейтілген 111 бөлінген 2 бөлінген 107. 55-та 5 грамм. Бұл жерде не маңызды? Немен реакцияға кірген маңызды? Сілті ерітіндісі немесе сілті деген сияқты варианттар, Сәйкес тендіруге деге қойыппыз ғой. Кеттік. Берілген реакция теңдеуіндегі X, Y заттарын олардың қасиеттерімен сәйкес тендіріңіз. Енді барған сайын химияның сұрақтары маған ұнайды, Кезінде олимпиадамен айналысқандықтан ба, білмеймін. Мощный сұрақтар пайда болып жатыр, Мына анилин дегеніміз Зинин реакциясы арқылы нитробензолдан, нитробензол бізде бензолдан алынады, бітті. Жаз қоямыз. X деген бензол. Y мына бізде алкан, мына бізде алкин, ол Ag2O мен толенс реактиві. Білесіздер да, феллинг толенс реактиві осы бұтыларда өте көп келіп жатыр. Мынау, скорее всего, ацетилен, Ацетилен бізде Ag2O мен, яғни AgNH3OH пен, яғни феллинг реактивімен реакцияға түскен кезде бізде мынандай тұнба түзіледі, C2Ag2 деген тұнба түзіледі. Бұл сапалық реакция толенс реактивімен жүреді. Енді екеуін табайық. X дегеніміз бензол ол не? Әрине ол дәрілік заттарда қолданылады және бояу алуда. Мынау деген тұнба, ол сұр түсті. 3 еселі байланысы бар. Яғни мынандай, міне просто ацетилен ғой. Бұны күміс, ацетиленид деп айтады ғой. Күміс ацетилениді. Берілген иондардың жалын түстерін өзгерумен сәйкестендіріңіз. Нұрсағайларың мощный кітап жазды. Ішіне бүкіл жалынның түстерін кіргізіп қойды. Бүкіл теорияны жинады, әдемі. Лишний нәрсе жоқ. Оны алу үшін білесіңдер жәндерім, Instagram парақшаға тіркеліп, YouTube'тағы видеоны көріп отырсаң, подписаться батырмасын бас. Не үшін кіріп поисковиктен іздеп отырсың оны? Пайдалы емес пе каналымыз шынымен де? Нағыз ұбытыдан грантқа түсесің. Тегін кітапша аласың, Edusер онлайнмен бірге бүкіл ақпараттарды аласың. Ал егер есеп шығарудан қиналып немесе потолокты пробивать еткің келсең, Нұрсағайларың жақын арада сендерге мощный экспресс курс дайындап жатыр. Сол жерде тек қана 100% грантқа түсетіндерді дайындаймыз. Жақын арада ол туралы жазатын боламын. Сұрақтарың болса комментарийға жазарсыңдар, Кеттік жалынның түстері. Калий деген бізде фиолетовый. Так, міне күлгін. Яғни мынау екен. Литий ионы, барий ионы. Барий деген бізде жасыл, необычный, міне.
литий деген таңқурай. Оны бәріміз білеміз, просто мен сіздерге андай обычный, необычный, қызыл қоңыр, таңқурай, кірпіш қызыл деген сияқтылар бар ғой, шымқай қызыл, солардан көп адамдар шатасады. Бірақ бұл жерде бірнеше вариант беріліп тұрғандықтан өзіңізге жақын таңдап алсаңыз болады. Азот қышқылы мен күкірт қышқылы қоспасымен әрекеттесіп пикрин қышқылын түзеді. Так, пикрин қышқыл деген қопарылғыш опасный нәрсе, иә, міне. Фенолға 3 жағынан 2, 4, 6 NO2 азот қышқылымен әрекеттескенде пикрин қышқылы түзіледі, иә. Бұл бізде фенол екен, міне. Пикрин қышқылы. Мыс гидроксидмен әрекеттесіп көк түсті тұнба береді. Бұл бізде сапалық реакция, органикалық реакциялардың жинағында нұрсағайларын жасақ қойды бәрін. Нағыз ұбт-да солар ғана келеді. Одан басқа реакция келмейді оқушылар. Әрине бұл глицерин, иә, көк түсті тұнба береді. Сапалық реакциялар жинағы. Реакция теңдеуіндегі X және Y заттары, мына каждый ұбт-да келіп, шаршамаған есепті талдай салайықшы. Я, ыстық болған кезде бізде калий хлорат, суық болған кезде калий гипохлорид шығады. Я, міне, гипохлорид, мына хлорат. Неге екенінде түсіндірдік. Салқын болып тұрған нәрсені әрі қарай қыздырып жіберетін болсаң, жаңағы калий хлоратты алуға болады екен. Я. Термиялық ыдырау процесі төмендегідей жүретін металл нитратының құрамындағы металдармен сәйкестендіріңіз. Нитраттардың ыдырауын жаттаңдар деп мыңғыр қалтырет айттым ғой барлығыңа. Мына белсенді металл екен, я? Нитрит түзіп жатыр. Мынау белсендігі төмен металл. Давайте. Белсенді металл калий, белсенділігі төмен металл сынап. Я, хром, мырыш дегендер ол орташа, оксид түзетіндер, я? 36-шы сұрақ. Альфа бөлшек түзілетін ядролық реакциялар қайсысы? Мына 56-ға 2-ні қоссам 58, 4 азайтсам 54-ті 4. 26-ға 1-ді қоссам 27, 25-ті азайтсам 2. Болды, мынау бізде альфа бөлшек екен, я? А варианты дұрыс. 35-ке 1-ді қоссам 36, 35-ті азайтсам 1. Бұл дұрыс емес. Альфаның төбесі 4 болу керек. 11, дұрыс емес. 7-ге 2-ні қоссам 9, 9-дан 8-ді азайтсам 1. Бұл да дұрыс емес. 10-ға 1-ді қоссам 11, 11-дан 7-ні азайтсам 4. Астын тексер көрейік. 5-ге 0-ді қоссам 5, 3-ті азайтсам 2. Болды, бұл да альфа бөлшек екен. Уран 238, 234. Төбеде 4, астында 2. Мынау да альфа бөлшек екен, оқушылар, я? 32 грамм кальций карбидінен алынған глицинмен әрекеттесуге жұмсалатын натрий гидроксид ерітіндісінің көлемі. Алсаған. Өттір нүктесіз жазып мына реакцияны, я? Оқушылар, нұрсағайларын қалай үйретті? Кальций карбид. Өз айтып тұрады, я, міне. Глицин. Одан кейін, мынаған натрий OH-ты қосқан кезде, бұл бізде екі дайлы қосылыс. Қасиетіне тоқтап кетейікші. Неге? Өйткені бір жағы амин, негіз, екінші жағы қышқыл. Қышқылдық қасиеті бар нәрсе негіздік қасиетпен точная реакция жүреді. Негіздік қасиеті бар қышқылдықпен точная реакция жүреді. Значит, амин қышқылдары бізде екі дайлы екен, я? Екеуімен де реакцияға түсе береді. Қышқылмен де, негізбен де. Қандай реакция жүреді? Обычный бейтараптану. СО натрий. Конечно, су шығып кетеді. Оны мыңғыр қалтырет түсіндірдім, я? Бізде нені сұрап тұр? Натрий гидроксидінің көлемін сұрап тұр. Қалай теңестіреміз, оқушылар? Мына жерде бір қоямыз, осы бірге қарап, мына жақ теңестіреміз, екі көміртек. Енді мына бірге қараймыз да, мына реакцияны жасаймыз, міне бір. Болды. Енді аламыз да мынаның көлемін тығыздық арқылы табу керек, значит, массасын табу керек, я? Коэффициент көбейтілген малярлық масса. Тығыздық беріліп тұрса, көлемді масса арқылы табамыз, я? Мынаның грамм беріліп тұр, 32 грамм. Коэффициент көбейтілген малярлық масса 64. Масса тең 32 көбейтілген 40 бөлінген 64. 20 грамм. Енді 20 грамм бізде бөліп тастаймыз. Тығыздыққа, я, көлемді табу үшін. 20 бөлінген 1/1, 18-да 18 миллилитр. Который 10%. Мына оттектің жаңағы ауаға туралы есеп болды ғой, сал сияқты, тура. Ал бізге 100%-дық ерітіндіні сұрап тұр, я, X. X-іміз тең болады екен 10 есе көп. 18-да 18 екен ғой, я? Осындай миллилитр. 182 миллилитр жалпы былайша айтқан кезде. Немесе тағы басқа варианттар бар ма? Міне 0.182 литр екен. Болды, есептер осындай ғана. Есеп шығарып үйренгің келсе, немесе химиядан 50-дан 50 алғың келсе, родной, біз сені күтеміз, скоро күшті жаңалық шығарамыз. Нұрсағайының Instagram парақшасында барлығы болады. Так,
өте үлкен цепочка және алынатын массалық үлес 65, тығыздығы 1/5, күкірт қышқылы ерітіндісінің көлемі. Әр сатыдағы шығым. Шығымды не істейміз? Ұмытып қаламыз, иә? 50 деген 0.5, 90 деген 0.9. Все, ұмытып қалдым. Енді көшіріп жазып алайын мынаны. SO3 H2 SO4. Қалай теңестіреміз? Мына жерге 1, 1-ге қараймыз, мына жерге 2, потому что 2 күкірт, мына 2-ге қараймыз, мына жерде 2, мына 2-ге қарап, мына жерге 2 қоямыз. Сразу бірден мына мен мынаны теңестіріп жіберуге болмайды, оқушылар. Умничать етіп керек емес, потому что мысалға басы ацетиленмен басталып, соңы толуолмен бітетін болса, мына жақта 2, мына жақта 7 көміртек, иә? Теңестіре алмайсыз, потому что толуол мен бензол, ол же бензолдық сақинаға қарап теңеседі. Ол жерде көміртектің санына қарай емес. Сол үшін осылай үйреніңіздер. Кеттік, енді жазамыз. Мынау дейді 102.4 грамм дейді. Коэффициент көбейтілген малярлық масса. 56 қосылған 2 күкірт 64, 120. Нені сұрап тұр? Күкірт қышқылының көлемі тығыздық арқылы. Тура жаңағындай есебе, значит массасын табам деген сөз. Бірінші массасын тауып алайықшы, масса тең 102-де 4 бөлінген 120. Көбейтілген 2 көбейтілген 98. Бітті. 167-де 25, 3 грамм. Бөлінген тығыздық сразу. Сол жерде миллилитр тауып алам, 1.5. 111-5 миллилитр. Который 65%. Бізге надо найти 100%. Оқушылар, есептердің бәрі однотипный. Нұрсағайларын қанша рет доказать етті бұны? 111-5 көбейтілген 100 бөлінген 65. 171-53 миллилитр. Ең соңына қалдырдық шығым. Енді шығымды не істейміз біз? Өнімге қарай есептеп атқан үшін шығымдарды көбейтіп тастаймыз. Просто көбейту 0,85, көбейту 0,5, көбейту 0,9. Шыққан затты сразу калькулятордан жоғалтпай, чтобы погрешность болмас үшін, нағыз жауаптан ауытқып кетпес үшін. Көбейту 0,5, көбейту 0,9. Так етіп басасаған кезде 65-6 сантиметр куб. Міне. F вариант екен, оқушылар. Дейсің да? Кайфовать етіп қаласың осында есептер шығып кеткен кезде. Көмілденген алкаден, мына сұрақ 2 рет кепті, иә? Мынандай вариант келген оқушы, везунчик қой. Көмілденген деген, значит, бір көміртектің екі жағында тұр деген сөз, иә? 1-2, 2-3, 3-4, яғни екеуін бір-бірінен азайтқанда разница 1 деген сөз. Міне, 4-тен 3 азайтсаң 1, бұл көмілденген. 3-тен 1 азайтсаң 2, бұл қосарланған. 2-ден көп болатын болса, разница ол оқшауланған, мынау қосарланған. Мынау екеуі деген қосарланған. Мына көмілденген. 3-тен 2 азайтсаң 1. 1-ден 2 азайтсаң, 2-ден 1 азайтсаң 1. Көмілденген. 3 метил гептаден 2,5. Бұл бізде оқшауланған екен, оқушылар. Және біздің соңғы сұрақ ерімейтін негіздердің қасиеттері. Енді бұл жерде қатты ойланып керек емес. Феррум OH2 дей саласың ғой. Жасыл түсті негіз. Бұл қандай? Точно білетіндерді белгілеп шығайын бірінші. Қышқылмен әрекеттеседі. Бұл негіз, потому что біз айтамыз ғой, негіздік қасиет көрсететін нәрсе қышқылдықпен точно әрекеттеседі. Әлсіз электролит бұл, оқушылар, иә? Әлсіз электролит. Бұл кітапта жазылып тұр. Негізінде бұл суда ерімейтін болғандықтан өте аз ион бөледі. Бірақ кітапта почему-то әлсіз электролиттердің қатарына жазып қойыпты. Кішкене болсын иондар жүреді ішінде, сол электролит қылдырған екен. Кітапта сөйтіп жазылып тұр. Индикатордың түсін өзгертпейді негізінде, потому что бұл жерде индикатордың түсін өзгерту үшін иондар керек, иә? Иондар аз. Бірақ раз это әлсіз электролит, кішкене иондары бар. Сол үшін ол индикатордың түсін өзгертеді деп қабылдаймыз. Күшті электролит емес, тұздармен әрекеттеседі емес, қышқылдармен әрекеттеспейді. Қышқылмен әрекеттеседі ол, иә? Тұздармен әрекеттеседі. Мысалға, натрий, хлор. Феррум, хлор 2 қосылған натрий OH. Қараймыз. Бізде реакция жүру үшін алмасу процесі. 3 түрлі шарт орындалу керек. Тұнба, газ немесе әлсіз электролит су. Енді мұн жерде үшеуі де жоқ, тұнба да жоқ, газ да жоқ, су да жоқ. Сол үшін просто так бір-бірімен алмаса бермейді, короче. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, иә? Нұрсағайлардың сендермен уақыт өткізгеніне өте қуанышты. Нұрсағайлардың Instagram парақшасы мынау. Скоро сендерге бомба жаңалық дайындап жатырмыз. Мощный кітап жаздық.
Инстаграм парақшамызда соны бүкіл Қазақстанның оқушыларына тегін таратамыз. Биохим таңдаған оқушылар, 10 сыныптар, сіздер үшін арнайы жаздық. Бірақ биылғы 11-лер де үлгеріп алып қалсаңыздар болады. Инстаграмға жазылып, Edusер онлайн Инстаграм парақшасына жазылып, сол жақтан тек химия ғана емес, кстати, бүкіл пәннен, биологиядан да, математика, физика, информатика, ДЖТ, аңғыл, құқық деген сияқты бәрін таратамыз. Бәріне пайдалы болсын, достарыңа айтыңдар, бәріміз мына жаққа жиналамыз.